Onu men түсіндірем. Мынау тік бұрышты үшбұрыш болсын. Мына жер А болсын, мына жер Б болсын. Мына тік бұрышынан былай қарай биіктік түсірейін. Мына гипотенузаның бәрі С болсын. Мына жер X болсын, мына жер Y болсын, мына жер H болсын. Енді қараңдар. Сендерге айтайық, бір үшбұрышты алайын да. Мына бұрышы 20 градус болса, мына бұрыш қанша градус болады айтыңдаршы? Мына жер 70. 90 градус болса, 70 градус болады, иә? Енді мынадан биіктік түсірсем, мына 90, мына жер 70, онда мына жер 20 болып қалады. Мына 20, мына жер 90, онда мына жер 70 болып қалады. Сонда қараңдар. Мына жер альфа болса, мына жер бетта болса. Альфа қосу бетта, ол бізде 90 градус, өйткені мына жер 90 градус. Үш бұрыштың қосындысы 180 градус болу керек. Енді мына жер альфа, мына жер 90 болып тұрса, онда мына жер бетта болады. Неге? Потому что мына үшеуінің қосындысы 180 болу керек. Мына 90 болып тұрғандықтан, мына екеуінің қосындысы тоже 90 болу керек. Потом мына 90 болса, мына жағы да 90 болады. Мынау бетта болса, мына екеуінің қосындысы тоже 90 болу керек. Мына бетта болып тұрғандықтан, значит, мына жер альфа болады. Сонда бізде үш бұрыш пайда болды. Үш бұрыш. Бірінші бұрыш мынау, мынандай бұрыш қазір көрсетем. Былай болып тұр, былай болып тұр, былай болып тұр. Мынау А болып тұр, мынау X болып тұр, мынау H болып тұр. Көріп түсіндір ме? Мына жер бетта болып тұр. Мына жер 90, мына жер альфа болып тұр. Мына үш бұрышты айтып тұр. Екінші бұрыш мынандай үш бұрыш тұр. Мына H болып тұр, мына жер Y болып тұр, мына жер B болып тұр. Мына 90 болып тұр. Мынау бетта болып тұр, мынау альфа болып тұр. Мына кішкентай үш бұрышты айтып жатырмыз біз. И үшіншісі үлкен үш бұрыш. Мына альфа болып тұр, мына жер бетта болып тұр. Мынау А болып тұр, мына жер С болып тұр, мына асты Б болып тұр. Енді өздерің байқағандай, мына үш бұрыштардың бәрі тең. Бәрі тең болса, онда бұлар бәрі бір-біріне өзара ұқсас деген сөз. Енді мына есепте, мына бірінші екіншісін алып көрейік. Мына бірінші деп қояйық. Мына екінші деп қояйық. Мына үшінші деп қояйық. Қараңдар. Бірінші есепте альфа мен беттаның ортасында А тұр. Бірінші есепте. Біріншісі мен екіншісін туралы айтып жатырмын мен. Альфа мен беттаның ортасында А тұр. Аны жазып қояйын. Потом екіншісінде альфа мен беттаның ортасында Б тұр. Соған қатынасын жасайын. Біріншісінде альфа мен 90 градустың арасында X тұр. Екіншісінде альфа мен 90 арасында H тұр. Үшіншісінде бетта мен 90 градустың арасында H тұр. Мына арада бетта мен 90 градустың арасында Y тұр. Біз мына екеуін алайық та, жазайық сонда. Пропорция жасап жерсек, H квадрат тең болады X, Y. Оказывается, мына H-тың табу үшін, H квадратынан табу үшін, мына X пен Y-ті көбейтсек болды екен. Мына биіктіктің гипотенузадан дәл 2 бөліп тұрған жоқ, әйтеуір 2 бөліп тұр. Жағы ұзындырақ болып тұр, көріп тұрсыңдар. Значит, мына екеуін көбейтсек болады екен. Осыдан шығара салуға болады, что H тең түбір астында X, Y деп. Енді келесісін айтайық. Бірінші мен үшіншісін алайын. Біріншісі мен үшіншісін алайын. Альфа мен беттаның ортасында А тұр. Мынада С тұр. Мына жерде қарасаңдар, альфа мен 90 градустың арасында X тұр. Мынада альфа мен 90 арасында А тұр. Мына жерде бетта мен 90-ның ортасында H тұр. Мына жерде бетта мен 90-ның арасында Б тұр. Мына екеуін алсақ, чтоб мына А мен А-ны көбейтетіндей. Сонда А квадрат ол тең CX болып, С көбейтілген X болады екен. Сонда мынаны қарасақ, мына катетті табу үшін, оказывается, мына гипотенузаға өз жағындағы X-ті көбейтсек болды екен. Оны проекция, көлеңке деп атайды. Егер де мына
мына сызыққа параллель bir жарық түсірсек, мынаның көлеңкесі, мына аның көлеңкесі, мынандай болып қалады. Қазір оны сабақтың соңында көрсетемін. Значит, оңай бұл. Мына біріншісіне былай айттық. Мына биіктікті табу үшін мына x пен y-ті көбейтіп түбір астына алсақ болды екен. Екіншісінде, мына катетті табу үшін бүкіл гипотенузаға мына өз жағындағы катетті көбейтеміз, мына үшбұрыштағы x-ті. Екіншісі мен үшіншісін айтайық. Мына екіншісі мен үшіншісінде. Екіншісінде тік бұрыш пен альфаның ортасында h тұр. Тік бұрыш пен альфаның ортасында a тұр. Тік бұрыш пен бетаның ортасында y тұр. Мына жерде тік бұрыш пен бетаның ортасында b тұр. Потом мына жерде альфа мен бетаның ортасында b тұр. Мына жерде альфа мен бетаның ортасында c тұр. Сонда мына екеуін көбейтсек, b квадрат ол тең c y болып тұр. Мынада a тең түбір астында cx деп қояйық. c көбейту x. Мына жерде қарасаңдар, b дегеніміз мына катет дегеніміз. Тоже гипотенузаны өз жағындағы көлеңкеге проекцияға көбейткенге тең екен міне. b тең түбір астында c y.